Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сорғылар және олардың жіктелуі. Бүгінгі сабағымызда сорғы туралы жалпы мәлімет, сорғылардың түрлеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сорғылар сырттан жеткізілген энергияны сұйықтық ағынның энергиясына түрлендіретін және сұйықтықтардың барлық түрлерін сұйықтық пен қатты денелердің механикалық қоспасын айдайтын және соратын гидравликалық машина. Ауаны немесе газды беретін сорғылар мақсатына және қажетті арынына байланысты келесі түрлерге бөлінеді. Біріншісі, желдеткіштер желдету мақсатында пайдаланылады. Екінші, ауа үрлегіштер домна процесінде, пневматикалық көліктерде және басқа да өндірістік құрылғыларда пайдаланылады. Компрессорлар сығылған газдар мен ауаны алу үшін сыққыштардың пневматикалық құралдардың жұмысын қамтамасыз етеді. Сұйықтықтың қасиеттерін есепке алмай жұмыс істеу принципіне байланысты сорғылардың түрлері: динамикалық сорғы, көлемдік сорғы, қалақшалы сорғы, үйкеліс сорғысы және инерция сорғысы. Жұмыс істеу тәсіліне байланысты сорғылар келесі түрлерге жіктеледі: орта тепкіш, осьтік, поршенді, ағыншалы және гидравликалық таран. Орта тепкіш сорғы жұмысшы доңғалағының қалақтары сұйықтықты айналдырғанда пайда болатын орта тепкіш күштің әсерінен сұйықтықты ығыстырып шығаратын қалақты сорғы. Сұйықтыққа берілетін кинематикалық энергияның түрленуі, яғни қысымның сұйықтық жылдамдығы арқылы жоғарылауы, жұмысшы доңғалағының шиыршық түрінде орап тұрған сорғы тұрқының біртіндеп ұлғаятын бөлігі арқылы атқарылады және диффузормен жетіліп аяқталады. Орта тепкіш сорғы сығылған газдарды алуға пайдаланылады. Олар ауа үрлегіш және компрессорлар деп аталады. Орта тепкіш сорғылар салқын, таза, бейтарап суларды, сонымен қатар физикалық-химиялық қасиеттері бірдей сұйықтықтарды тасымалдауға арналған. Кен өндірісінде, құрылыста, коммуналды шаруашылықтарда бейтарап сұйықтықтарды, мұнай өнеркәсібінде мұнай өңделген өнімдерін тасымалдауға пайдаланылады. Осьтік сорғылар жұмыс органы қалақшалы доңғалақ пропеллер түрлі болады. Бұл сорғыларды сұйықтық жұмысшы доңғалақтың осін бойлай қозғалады. Поршенді сорғы тамшылы сұйықтықтың қозғалуы мен газдың сығылуы және берілуіне, кірісі мен шығысына алма-кезек қатысты, сонымен қатар көлемі де үнемі өзгеріп тұратын жұмыс бөлігіндегі органның әсері арқылы сұйықтық зат тиісті қуатқа ие болатын сорғы. Поршенді сорғы негізінен поршенді және плунжерлі болып екі түрге бөлінеді. Поршенді сорғылар жұмысшы камерадан, цилиндрден, поршеннен, сору және арынды құбыршадан құралады. Жұмысшы камерада сору және айдау клапандары орналасады. Поршен цилиндрдің ішінде қайтымды ілгерілмелі қозғалады. Гидравликалық таран дегеніміз берілген биіктікке сұйықтықты көтеру үшін гидравликалық соққыны пайдаланатын су көтергіш гидравликалық машина. Гидравликалық таранның жұмыс істеуінің негізгі шарты: таран су көзіндегі су деңгейінен төмен орналасуы керек. Су көзінен суды жеткізетін таран қондырғысы қорек ендіруші құбырдан, кіші қақпақ орналасқан соққы клапанынан, айдау клапанынан, ауа қақпағынан, айдау құбырынан және арынды бактен құралады. Ағыншалық сорғы тамшылы сұйықтықты, газдар мен буды басқа жерге айдау үшін өзге бір сұйықтықтың, будың не газдың кинетикалық энергиясын пайдалануға негізделген сорғы. Ағыншалық аспап жұмысшы сұйықтықтың түріне байланысты жіктеледі.
ағыншалық аспап жұмысшы сұйықтықтың түріне байланысты жіктеледі. Егер құбыр желісі арқылы ауа айдалса, онда сорғы эжектор деп аталады. Егер бу айдалса, инжектор. Ал егер ыссы су айдалса, элеватор. Егер салқын су айдалса, гидроэлеватор деп аталады. Яғни, ағыншалық аспап вентилятордың, сорғы немесе компрессордың жұмысын атқарады. Үйге тапсырма сорғылардың түрлері және олардың жұмыс істеу режимдері жөнінде толық мәліметтер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.